Ассалаумағалейкум, жалпы сіздің бүйрегіңіз 300 миллион доллар тұратын білесіз бе? Осы бір маңызы бар анатомиялық мүшені 6 жол арқылы қалай сақтап қалу керектігін мен сізге бүгін айтатын боламын. Жалпы қалай жұмыс жасайды, бұны қалай дұрыс қарау керек, соның барлығын сізге бүгін түсіндіріп өтетін боламын. Видео басталмастан бұрын арнамызға жазылып, тіркеліп, лайк басып, және де қоңыраушаны басып қойыңыз. Бүйрек ауруларын емдейтін дәрігерлерді нефрологтар дейді. Сол нефрологтар бүйректе өте таңғаларлық мүше, бірде-бір бұлшық еті жоқ, тек тамырдан ғана тұратын мүше деп сипаттайды. Бүйрек адам ағзасында сондай көнбіс, қыңқ етпейтін мүше. Бірақ ауруға шыдап жүріп, бір күні іске жарамай қалады. Бірден істен шығады. Онда оны ауыстырудан басқа амал жоқ. Бүйректе жүйке тамырлар жоқ, тек қан тамырларынан ғана тұрады. Бір қызығы, бүйрек зәрді ішкен судан емес, қанды тазарту арқылы өндіріп шығарады. Сонымен бүйректі мұндай қабыну мен асқынуға жеткізбес үшін не істеу керек? Мамандардың айтуынша бүйректі аман аурудан ада ұстау үшін көп нәрсе жасап қажет емес. Ең алдымен бүйректі суықтап қалудан сақтау қажет. Ең қызығы, бүйрекке қатты суықтың да, ыстықтың да зияны бар. Әсіресе күз бен көктем айларында бүйрек пен аяқты жыл ұстауға тырысқан абзал. Бүйрек ауруларынан қашудың екінші жолы дұрыс тамақтану. Ашты, тұзды, қуырылған тағамдарды аз тұтынған жөн. Ішімдіктен де бас тартыңыз. Оның құрамындағы зиянды заттарды тазалаймын деп бүйрек босқа отырады. Бүйрекке сәбіз, жаңғақ, шекілдеуік, аскөк, укроп пен аш желенінің пайдасы көп. Бұларда магний элементі мол. Одан басқа қызылша, қияр, асқабақ, орам жапырақ сынды көкөністер мен алма, өрік сынды жемістердің сұлы мен қарақұмық сынды дәнді дақылдардың пайдасы зор. Ал қарбыз, қауын сынды дақылдар бүйректі тазалауға, жиналып қалған тұз бен тасты шаюға көмектеседі. Бүйректің қалыпты жұмыс жасау үшін адам күніне кем дегенде 2 литр таза су ішу керек. Компот, көк шай, сок, итмұрынның қайнатпасын ішкен де дұрыс. Бірақ газдалған сусындардың қажеті жоқ. Дәрігерлер минералды суды да аздап ішкен жөн санайды. Өйткені мұндай суда тұз көп болады. Одан да краннан құйылған суды қайнатып ішкен жақсы. Ондай суда тұздың рацион деңгейін төмен болады. Қуырылған, кептірілген, жиі тұздалған тағамдардан бас тартқан абзал. Фастфуд, қытырлақ, чипсины мүлдем жемеген жақсы. Осындай қарапайым қағидаларды орындау арқылы осынау ерекше мүшені аман алып қала аламыз. Бүйрек адам ағзасындағы ең маңызды мүшенің бірі. Әсіресе әйелдер қауымы үшін маңыздылығы өте зор. Себебі әйел адамның денсаулығы, сұлулығы мен сымбаттылығының басты кепілі. Сондықтан да бүйрек жұмысының нашарлауы оның әлсіздігі мен әйел ағзасындағы түрлі дерттерден хабар береді. Осыған байланысты аурудың алдын алуға мүмкіншілік те туады. Назарларыңызға аурудың 6 белгісін ұсынамыз. Бүйрек әлсіздігінен бет, аяқ, қол, көздің айналасы ісіп кетеді. Бүйрек ағзадағы суды реттейтіндіктен, оның жұмысы бұзылса, қан айналымы нашарлайды. Мұны ретке келтірудің оңай шешімі ұйқы алдында суды аз мөлшерде ішіп, белге арналған жаттығу жасау. Әйелдердің тез тоңу себебі бүйрек әлсіздігінен болады. Мұндай құбылысты жеңу үшін тамақтану рационын қадағалап, қой еті, сиыр еті, ащы бұрыш, пияз, зімбір секілді азықтарды көбірек пайдаланған жөн. Бүйрек әлсіздігі әйелдердің жыныстық қарым-қатынасқа қызығушылығын төмендетіп, себепсіз ашуланып, климакстың тым ерте басталуына әсер етеді. Сонымен қатар бүйрегі әлсіз адамдар тез қартаяды. Ал мұның алдын алу үшін түрлі емдік шараларды пайдаланып, жеңіл жаттығу түрлерін жасаған дұрыс. Бастың ауруы, ұйқының бұзылуы, мидың шаршауы, ойдың үнемі бөлініп кетуі де бүйрек әлсіздігінен болады. Ағзадағы мұндай өзгерістерді жеңу үшін қаздың етін, саңырауқұлақ, жүзімді үнемі пайдалану керек. Бүйрек әлсіздігінен әйелдердің ішкі секреция жүйесі әлсіреп, бүйрек үсті безінің адреналин бөлінуі азайып, денедегі зат алмасу процесі бұзылады. Ол артық май жиналуына себеп болады. Оған қарсы тұру үшін алақанды бір-біріне ысқылап, жылы күйінде бүйрекке басу керек. Мұны күніне бірнеше рет қайталаған жөн. Сонымен қоса, қаз, қоян, балық еті секілді азықтарды көп тұтынған дұрыс. Бүйрек әлсіздігінен қан қысымы артады. Мұндай белгілер байқалысымен дәрігерге көрініп, емдік шаралар қолданбаса, бүйрек үстен шығып, өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Өз денсаулығыңыз өз қолыңызда. Құрметті көрермен, егер де біздің видеомыз сізге пайдалы болған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып қойыңыз.